ربي يسر ولا تعسر ربي كرمني خير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum hürmetli cemaat. Allah Teala'nın berekeli günlerde bas basımınızda uzağından etsin. Sizlerden osындай мешітке әрдайым басып келген қадамдарыңыздан сауаптан жазып, екінші қадамдарыңыздан балиғат жасынан бері біліп білмей жасаған кемшіліктерімізді Аллах Тағала кешірім етсін. Мынау мұсылман ескерту мұсылмандарға пайда береді дейді. Мысалы, бұл Рамазан айы басқа айларға қараған кезде ең қайырлы. Неге? Не үшін? Бұл дүниеде осы айда басқа айларға қараған кезде адам баласын азғыратын ібіліс шайтан Алланың қалауымен тұсау салынады. Яғни адам баласын еш уақытта азғыра алмайды екен. Сондықтан бұл уақытымызды қадірлеп, мешітімізге келіп, арнайы дәрістер бүгін бастағанбыз негізі Құран кәрім жаттауды. Сол үшін барлығымыз келіп Құран кәрім жаттайық қолдан келгенше. Пайғамбарымыздың хадисі бар, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, өзгеге үйреткендерің дейді. Барлықтарыңыздар білесіздер. Сондықтан да соған амал етіп, барлығымыз Алланың кәләмін шын мәнінде бір сүре болсын қатесіз оқуға тырысуымыз керек. Неге? Өйткені мынау Аллах Тағаланың кәләмін бір жерді қатемен, яғни созып жүргені үшін жаңағындай теріс, яғни Аллаға қарсы шығып қоюымыз мүмкін. Созбайтын жерді созып қойып, немесе созатын жерді созбай қалып, біз Аллаға қарсы шығып қоюымыз мүмкін. Сондықтан барынша сондай орын алмас үшін, оқыс жағдай орын алмас үшін мешітімізге келейік. Мешітте, яғни мен болам, бірге үйренейік. Құран кәрім негізі адам баласына жеңіл түсірілген, жеңіл. Сондықтан оны жаттауда оңай түседі. Басқа айларға қарағанда бұл айда жаттаған әрбір әріпке, яғни 10 сауап жазылады. Мысалы, әлиф деп айттыңыз ба, 10 сауап, бә 10 сауап. Одан ары еселене береді, 700 есеге дейін еселене береді. Бұның барлығы Алланың пендеге деген мейірімімен, жаңағындай рахымның белгісі бұл. Сондықтан Аллах Тағала бізге ешқандай да жамандық қаламайды. Пендені жаратты, бірақ кейбір кісілер бар мынандай, бұл тағдыр дейді, жазып қойған шығар, Аллах Тағала менің басыма жазып қойған шығар деп, жаңағындай күнә жасап жүре береді. Аллах Тағала тағдырды жазды, бірақ Аллах Тағала айтты ғой жаңа, пендесіне ешқандай да жамандық қаламайды. Аллах Тағала тек жақсылық қалайды. Бірақ таңдау еркі бізде өзімізде. Мысалы, күнә келіп тұр бір, оны жасайсың ба, жасамайсың ба, таңдау еркі өзімізде. Егер жасайтын болсаң күнә аласың, жасамайтын болсаң сауап қаласың. Ал егер қандай да бір істі адам баласы бастайтын болса, яғни осындай жақсылықты жасайын деп ниеттенгені үшін Аллах Тағала бір сауап жазып қояды екен. Егер жасайтын болса сол жақсылықты, одан да 700 есеге дейін жаңағыдай еселене береді екен. Ал адам баласы жамандықтан, яғни күнәлі істі жасағысы келіп тұрып, жасамаса, ол үшін де бір сауап алады екен. Яғни күнәлі істен бас тартқаны үшін, Алланың разылығы үшін, сол істі тастаған үшін Аллах Тағала сауап жазып қояды екен. Сондықтан да жаңағындай тағдыр мәселесінде, тағдыр дегеніміз адам баласының балиғат жасынан бері өмірінің соңы дәм-тұзы таусылғанға шейінгі уақыт. Осы біздің тағдырымыз. Бұл тағдырды Аллах Тағала жазып қойды, бірақ та адам баласына жаңағындай таңдау еркі берілген ғой. Не үшін ақыл берілді? Ойлану керек, не үшін ақыл берілген.
бұл дүниеге егерде барлығы жазылып қойған болса, онда қызық емес та өмір. Өйткені күнәһар адам күнәһар болып жүре береді, жаңағындай имам адам имам болып жаңағындай жақсылыққа шақырып жүре береді. Оның барлығы былай қарапсаң, ақылды адамға ойланатын нәрсе, ақылдыға имам парыз, имандыға ғибадат парыз дейді. Сондықтан ақылға салу керек, қайдан келдік, қайда не істейміз және қайда барамыз. Аллах Тағала Құранда айтады, мен адам баласын, адам мен жындарды өзіме ғибадат, құлшылық жасау үшін жараттым дейді. Сондықтан да біз Аллаға деген осындай 12 мүшеміз сау бола тұра, ғибадат, құлшылық жасамауымыз үлкен ұят болады. Сондықтан да барынша ақылға салу керек. Мынау көш жүре келе түзеледі дейді ғой. Көш жүре келе түзеледі. Адам баласы да сол сияқты әсте мұсылман болу әсте, ал бірақ кәпір болу бір пәсте дейді ғой. Сондықтан да ол бәрі бірден ғұлама, ғалым болып кеткен жоқ та. Барлығы да жаңағындай қысылды кезінде мешіттен қорқатын кісілер бар. Қазіргі таңда мешітке қол аяғы дірілдеп кетеді, жаңағы кіріп жатқан кезде. Не үшін екен? Біздің де басымыздан өткен, оның барлығы бізден де өткен. Бірақ сол үшін балаңыз бар ма, барынша жұмаға ертіп келуге тырысу керек, жаңағындай. Неге? Өйткені мешітке деген жаман ой ешқандай да қорқыныш болмау керек. Ертең өскен кезде, сырт жаққа шыққан кезде де анандай мешіттің имамдарымен сұрақ қоя алатындай, мешіттен яғни өзінің ойында жүрген, санасында жүрген сондай дін мәселесіндегі сұрақтарды қоя алатындай болу керек. Неге? Сол жаңағындай анжақтық деген нәрсе бар да, өз басымда да бар ол нәрсе. Анжақтық, яғни адам баласы ойын жеткізе алмайды жаңағы. Сол үшін де мысалы діннен адасып кеткендер де бар, жаңағы сырт жаққа шығып, дінді мектеп кезінде жаңағындай, яғни барлығы тиған, мұғалімдер тиған деген сияқты үлкен кісілер. Көбісі ата-аналар, кейбір ата-аналар бар жаңағындай, ораза ұстамай ақ қойсай, сен әлі жас емессің бе деп жаңағындай не істеп жатады да. Бірақ ол ораза деген жасқа жаңағындай қарайды. Не, балиғат жасқа толдың ба, уже ораза, намаз, уже екі періште иығыңдағы барлығы жазады. Сенің не істеп, не қойғаныңды, қайда болғаныңды барлығында жазады. Сондықтан барынша қолдан келгенше жаңағындай туысқандарымызды мешітке жаңағындай мектеп оқушылары болғанда, яғни өзіміздің балиғат жасқа толған, уже ер бала 13 жастан, қыз бала 11 жастан